Қар еріп, қыс бойы жиналып қалған қоқыс қала көшелерінің кейпін бұзып тұр. Әсіресе көп қабатты тұрғын үйлердің тұрғындары қоқысты арнайы орнатылған жәшікке апарып тастамайтындығы көңілге кірбең ұялатады. Тазалық табалдырықтан басталады демекші. Қоршаған ортаның тазалығына жауапкершілікпен қарау әрбір азаматтың басты міндеті. Сондықтан әр жерде үйілген күл қоқысты тазарту шараларына салғырттық танытпай, жұмыла кіріскеніміз абзал. Құрметті екібастұздықтар, жерлестер, тазалық иманның жартысы деген. Ендеше бірігіп, сенбілікке қатысайық. Қала ортақ үйіміз. Оның көркейіп, гүлденуі әрбір тұрғын бей-жай қарамауы тиіс. Өз ортамыздың абаттанып жатқаны өзімізге жақсы. Сол себептен алдағы уақытта өз жалғасын табатын игілікті істен шеткері қалмай, сенбілікке бір кісідей ат салсайық. От всей души. Құрметті екібастұздықтар, барлықтарыңызда жалпы қалалық сенбілікке қатысуларыңызды өтінемін. Көше, саябақ, балалар ойын алаңқайы таза болсын десеңіз, балаларыңыздың таза жерде асыр салып ойнағанын қаласаңыз, белсенді түрде ат салсыңыз. Тазалық, жайлылық болу үшін бір кісідей сенбілікке қатысайық. Уважаемые екібастұзцы. Құрметті екібастұздықтар, осы сенбіде қаламызда абаттандыру мен көгалдандыру бойынша жалпы қалалық сенбілік өтеді. Сіздерге осы шарадан қалыс қалмауларыңызды өтінеміз. Шағын аудандарда, аулаларда, подъездерде тазалық шараларын ұйымдастыру көзделіп отыр. Өйткені бұл біздің қаламыз, біздің ортақ үйіміз. Тазалықты мықтап ұстануға біз міндеттіміз. Қаланың тазалығын қалыпқа келтіріп жатқанда, сізде қалыс қалмаңыз, сенбіліктің нәтижелі өтуіне өз үлесіңізді қосыңыз. Көктемгі алғашқы сенбілік, сенбі күні, яғни сәуірдің 10 күні өтпек. Қаланың тазалығы сіз бен біздің қолымызда.